тәтәнін айтқан кезде бейжай адам қалмап еді. Аққу биін билегенде айғаным бір арман еді. Әйгерімге қол соққанда алақандар талмап еді. Шығыс биге шырайын алып, Гүлназ көкке самғап еді. Бие сауаламын деп кәмшат тәжді алған еді. Альмирамыз абай сөзін барша жұртқа арнап еді. Испан қызы Нұргүл шықса сахнаны от жалмап еді. Домбыраның құлағында ойнап, Нәбира ән салған еді. Сәнияның жыр жолдары жүректерді қармап еді. 9 жылдың жеңімпазы тарихта мәңгі қалмақ енді. Сіздермен бірге қазақ арулары, сіздермен бірге қазақ арулары, сіздермен бірге қазақ арулары, сіздермен бірге қазақ арулары, бірге. Армысың Алталаш, бармысың аяулы Алматы? Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын. Қазақ халқын ән биге қарық қылған, мына біздің өмір жолды жарық қылған. Қазақ аруы ұлттық сұлулық байқауына қош келдіңіздер. Қалыпты сценарийден ауытқып, бүгінгі 10-шы мерейтолық байқауды жыл елебізден бастайық. Сұлулық пен қайсарлық, ақылдылық пен іскерліктің символы. Қазақ аруы байқауының идеясының авторы әрі бас продюсері Баян Мақсатқызы. Кеш жарық, ханымдар мен мырзалар. Қазақ аруы менің арман едім. 10 жыл бұрын бұл арманым орындалды. Енді осы тұрған қыздар, осы толған зал конкурстың қазақ халқына керек екені дәлелдеді. Ендеше қазақ аруыны бастаймыз. Рахмет. Жаны түсінген бе оңай, кемшілік
қазақтың арулары. Бар әлемге. Қазақтың арулары. Бар әлемге. Қазақтың арулары. Бар әлемге. Жаным жастай әсем едің, жайна жайна сезімді, тамашасы таусылмаған сәнді өмірге мәскесін бұл. Әдемі, әдемі гүл болып жайқаламын, әлемге, әлемге әнімді айта аламын, өлерге, өлерге менің де сайталамын. Әдемі, әдемі гүл болып жайқаламын, әлемге, әлемге әнімді айта аламын, өлерге, өлерге менің де сайталамын. Кеш жарық, қадірлі ханымдар мен мырзалар. Еліміздің ең керемет мерекесі әз Наурыз құтты болсын. Көктемнің шуақты күнінде қазіргі таңда үрдіске айналған ең әдемі, ең әуезді қазақ ару байқауын міне бастап кеттік. Бірер сәт бұрын сахнаны жандандырған қазақтың хасылулары кеш ию тобымен бүгінгі біздің байқауымыздың үміткерлеріне қошемет көрсетейік. Шапалақтың келесі легі еліміздегі ең үздік актер, тележүргізуші, продюсер Азамат Сатыбалдыға арналсын. Ал менің қасымдағы қос аруды таныстырайын. Қазақ ару байқауының ең алғашқы жеңімпазы актриса, әнші Ләззат Қалдыбекова. Және 2014 жылғы Қазақ ару байқауын жеңіп алған танымал актриса Нұртас Адамбай мен Нұрлан Қоянбаевтың музасы Гүлнар Жоланова. Бүгінгі байқаудың өтуіне қолдау көрсеткен Алматы қаласының әкімдігі мен мәдениет басқармасына үлкен алғысымызды айтамыз. Сондай-ақ бас ақпараттық серіктес Хабар агенттігіне үлкен алғысымызды білдіреміз. Қымбатты достар, қадірлі ханымдар мен мырзалар, лүпілдеген жүректерді күттірмей сахнаға шақырайық. Салық қызы Гүлнафис, Батыс Қазақстан облысы. Буданова Зияда, Маңғыстау облысы. Пәрмен Мируерт, Шымкент қаласы. Төлепберген Аружан, Түркістан облысы. Мұратова Гүлсая, Павлодар облысы. Тойбазар Аяжан, Алматы қаласы. Самат қызы Айдана, Шығыс Қазақстан облысы. Кенжебаев Аружан, Атырау облысы. Амантай
Сандуғаш, Нұр Сұлтан қаласы. Тоқтарханова Самал, Семей қаласы. Төлепқұлова Мадина, Жамбыл облысы. Кеңес Гүлмира, Қостанай облысы. Молдабекова Зере, Алматы қаласы. Мүбәрәк Аяжан, Қарағанды облысы. Қуандық қызы Айжан, Ақтөбе облысы. Серік Аружан, Қызылорда облысы. Мәмеш Жібек, Түркістан қаласы. Амантай Балнұр, Қарағанды қаласы. Айдарова Нарқыз, Алматы облысы. Мінекей достар, елімізден іріктелген қазақтың хас сұлулары, арулары ортамызда. Құрмет, қошеметтеріңіз. Біздің аруларымызға қарақылдық қақ жарғандай төрелік етіп, ішінен ең сұлуын таңдайтын қазылар алқасымен таныстыруды жөн көрдік. Қазылар алқасының төрағасы, Қуанышбаев атындағы театрдың директоры, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Асқат Маймеров. Әнші, композитор, тележүргізуші Арман Дүйсенов. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, АИ театрының негізін қалаушы, әнші, актриса Айгүл Иманбаева. Кәсіпкер, меценат, Алматы қаласы мәслихатының депутаты Қайрат Құдайберген. Тұтастай теледәуірдің бет бейнесі, белгілі продюсер, журналист Айгүл Мүкей. Алматы қаласы әкімінің кеңесшісі Мамай Ахет. Еліміздегі ең сымбатты жігіт. Ең сымбатты жігіт Азамат Сатыбалдыдан кейін. Иә. Таныстыра бер ары қарай. Тележүргізуші Тәуекел Муслим. Дизайнер Арунас сән үйінің негізін қалаушы Назым Қарпықова. Қазақ ару республикалық байқауының бас продюсері Баян Мақсатқызы. Сонымен сынға түсетін арулар да, оларға баға беретін біздің қонақтарымыз да, төрешілеріміз де барлығы белгілі болды. Және де алдарыңызда біздің елдің қыздары жайлы ән шырқайтын Нұрболат Абдулин. Ассалаумағалейкум, Алматы. Сен жазғы жарық түнде жылы самал боп естің. Мен естімеген мүлде жып-жұмсақ ләззат күй кештім. Ең нәзік сезім боп, ең бақытты кезім боп. Болса да кең жүрек мейлі, сен құсап ел жүретпейді ешкім. Миллион, миллион, миллион жұлдыз бар. Миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар. Миллион, миллион, миллион сөздері суреттеп бере алмас ол қыздың көздері. Миллион, миллион, миллион жұлдыз бар. Миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар. Миллион, миллион, миллион сөздері суреттеп бере алмас ол қыздың көздері. Түн қара шашың сенің, тұңғиық қою қалың. Күн от сезімім менің, күйдіріп жіберер бәрін. Мұң үнсіз сарымыз, бірімізбен біріміз. Тілдескен кез алыстан, түндерде тілсіз
табысқан жаным. Миллион, миллион, миллион жұлдыз бар. Миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар. Миллион, миллион, миллион сөздері суреттеп бере алмас ол қыздың көздері. Миллион, миллион, миллион жұлдыз бар. Миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар. Миллион, миллион, миллион сөздері суреттеп бере алмас ол қыздың көздері. Миллион, миллион, миллион жұлдыз бар. Миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар. Миллион, миллион, миллион сөздері суреттеп бере алмас ол қыздың көздері. Миллион, миллион, миллион жұлдыз бар. Миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар. Миллион, миллион, миллион сөздері суреттеп бере алмас ол қыздың көздері. Ай, бәрекелді, сіздерден де қошемет болсын, Алматы! Қазақ аруы 2012. Эйфория шоу балетінің жетекшісі Айғаным Өтепбергенова Самбай. Құрмет қошеметтеріңіз. Рахмет. Гүл қыздар мен жан қыздар жарысқа түскен байқауымыздың келесі шығармашылық кезеңін бастауға рұқсат етіңіздер. Гүл қыздар мен жан қыздар дейсіз бе? Гүлнафис, Гүлмира, Гүлсая, 3 Аружан, 2 Аяжан және 1 Айжан. Дәл қазір сахна сыртында қос Аружан мен 1 Аяжан қобалжып тұрған жайы бар. Ендеше тездетіп ортаға шақырайық. Қарағандының құралайы Мүбәрак Аяжан, Түркістанның лашыны Төлепберген Аружан, Семейдің елігі Тоқтарханова Самал және Атыраудың қарлығашы Кенжебаева Аружан. Ақбаян сахнада Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Тамара Асар. Жүрегім көк қаян, аяқ баян, ақ жүрегім көк қаян.
шыққан әуенге тек өзіңді теңеледім. Таныстырды тағдыр сені мені, нәзік гүлдеймін ең әдемі. Сен екенсің іздеп жүргенім, тілеп жүргенім менен. Жаным сәлем, өзіңді қайта көрсем деп ем. Жаным сәлем, жүзіңнен жан жылуын сезем. Жаным сәлем, жаным сәлем, сенімен жайнайды бұл әлем. Таңданам, тамсанам, қалайша сөз табам, сай келер бір саған. Жүрегім аңсаған, қалауым тапты деп бәріне жар салам. Таныстырды тағдыр сені нәзік гүлдейсің ең әдемі. Сен екенсің іздеп жүргенім менен. Жаным сәлем, өзіңді қайта көрсем деп ем. Жаным сәлем, жүзіңнен жан жылуын сезем. Жаным сәлем, Жаным сәлем, жаным сәлем, жаным сәлем. жаным сәлем, сенімен жайнайды бұл әлем. Жаным сәлем, өзіңді қайта көрсем деп ем. Жаным сәлем, жүзіңнен жан жылуын сезем. Жаным сәлем, өзіңді қайта көрсем деп ем. Жаным сәлем, жүзіңнен жан жылуын сезем. Өзіңді қайта көрсем деп ем. Жаным сәлем, жүзіңнен жан жылуын сезем. Жаным сәлем, өзіңді қайта көрсем деп ем. Жаным сәлем, жүзіңнен жан жылуын сезем. Жаным сәлем, 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 сәлем. Жаным сәлем, 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 сәлем. Жаным сәлем, Жаным сәлем, жаным сәлем, жаным сәлем. жаным сәлем, жаным сәлем, сенімен жайнайды бұл әлем. Менің келесі жұбым 2013 жылғы жеңімпаз. Продюсер, сыр ару байқауының ұйымдастырушысы Айгерім Қанатбаева. Байқау маған көптеген мүмкіндіктер берді. Үлкен мектеп болды. Сондықтан да мен Баян Мақсатқызына мыңда бір алғыс білдіремін. Алғыс жаудыру географиясы өте кең негізі. Маңғыстау облысы мен Алматы қаласы 2 реттен, Қарағанды, Атырау, Павлодар, Қызылорда, Орал 1 реттен жеңіске жеткен. Енді бүгін бұл тізім міндетті түрде өзгереді деп ойлаймын. Оны өзгертуге талпынатын Маңғаз-Маңғыстаудың қызғалдағы Буданова Зияда мен еңселі елордамыздың лала гүлі Амантай Сандуғаш. Қашып келеміз. Жоқ. Турасын айтқанда, бас ауған жаққа босып келеміз. Арқадан соққан ызғар жел жүрегімізге көмектесіп ақ тұр. Сүйекті тесер суық күн қыстың жақындағанын аңғартуда. Жол бойы бір-бірімізге жағашпадық. Бізіміз сол әкемнің інісі Жолшыбай көке екеуміз. Аштан өліп, үйлері моллаға айналған ағайын.
Ауқат таппай жауыз болған замандастар. Патша жарлығы мен кілең жақсылардың қудалануы ауылымызды тас талқан етті. Аштан өлгендердің саны күн санап артты. Бір-бірінен қорыққан халық үйлерінен ешқайда шықпай, тыққан жеп күнелтті. Бұл зұлматтың алдында біздің әулет елге сыйлы, шаруаға жайлы болатын. Осынау қасірет шақта шегі шұбартылған бірнеше топ үйді тінтіп, тіпті тірі адам жеуге көшті. Енді өзге жерден пана іздемек керек. Сол түн-ақ Жолшыбай көкем мені өзімен ертіп кетті. Қайда барамыз? Деген сұрағыма көкемнің оңтүстікке деген жауабынан артық сөз қозғалмаған. Айнала өлі тыныштық. Тек көкем екеуміз жүрген дыбыспен жел дыбысы. Сүйретіліп келе жатқанымызға тұп-тура 2 күн. Күн ясына батқан соң аялдап, дорбадағы кезегетті талғажау етуге көштік. Ненің етекенінде шаруам жоқ. Қарын өте аш. Керек десеңіз, көкем адамның еті десе де ләм демес едім. Жылап жібердім. Ес білгелі жылап отырып ет жеуім алғаш рет. Ішіме бірдеңе барғандай болды. Түн ортасы болса керек. Әлі ақ пен қараны айырар сәт емес. Ішіме жабысып тұр. Аштықтан дұрыс ұйықтай алмасам керек. Көкемнің бас жағындағы қоржынға көзім түсті. Дереу ақтара қарап едім. Қара судан өзге ештеме табылмады. Ертесі қайта жолға шықтық. Жазық даланы бойлап бір күн, бір түн жүрдік. Алдымыздан мекен түгілі тірі жан кездесер емес. Бүгін тамақтан бірдеңе өтпесе өлетініміз анық. Артыма бір қарағанда Жолшыбай көкемнің жерде жатқанын көрдім. Дәрмені қалмады бейшараның. Сонда да жанына барып, қолтығынан демеуге қорықтым да, жүрген жолыммен тура кете бардым. Бар әлімді жинап, ұзақ жүрдім. Бірде көзім қарауытып, енді бірде аяғым басудан қалды. Сол-ақ екен, сүйірден қырды көзім шалды. Не де болса, сонда жетуді ойладым. Тап мезетте аспаннан алғашқы қар жауа бастады. Апам маған үнемі алғашқы қар жауғанда дүниеге келгенімді айтып отыратын. Бұл менің 17-ші қысым. Еңбектеп жүріп, қырға көтерілдім. Арғы жағындағы көрініс 4-5 үйдің жарығы, түтіндердің түзу шығуы. Өмір үшін күресім тек емескен ұқтырды. Мен өмірге қайта келдім. Өнер адамдары көрерменге ұнау үшін әрбір сахнаға шыққан сайын киімдерін ауыстырады, ал мен болсам жұптарымды ауыстырумен әлекпін. Ең басты қиындығы қыздардың атын жаттау. Дәл сондай сұлуды ару қыздарымыздың бірі 2015 жылы өзінің актерлық шеберлігімен қазақ аруы тәжін иеленген Кәмшат Қоскелова.
тәжейленіп қана қоймай, бағдарлама жүргізуге, мюзиклға түсуге мүмкіндік алғанмын. Бірақ қазір асыл жар, аяулы ана танып, өз бақытымды таптым. Бағың баянды болсын. Кәмшатжан, оны келесі номерді өзің хабарлай бер. Білмеймін. Қазақтың осындай инабатты, ибалы қыздарынан айналасын ғой. Хабарлай бер. Білмеймін. Негізі сценарийді оқымадың ба? Үлгермей қалдың ғой, неме киінем деп, бетіңді бояйым деп, тәжгем деп. Ештен кетпейді, қарада оқи ғой, келесі номерді хабарла. Келесі шықалатын әннің аты білмеймін. Ал оны орындайтын Түркістан қаласының тумасы Мәбеш Жібек пен эстрадамыздың ең қылықты әншісі Айгерім Қалаубаева. Санаумен күндер тізбегін, шыдаумен үміт үзбедім. Ұйықтасам жоғалтатындай, талай түн көзімді ілмедім. Сиқыры бітпес әлемде, не деген жұмбақ жан едім. Күндерім өтіп барады алысқа, қолыңды бер арайлым қалыспа. Жетейік армандарға жалғанда, күні мен түні жиі ауысқан. Жүрегім ақ, ақ, ақ
есігін қақ көрішіне жап love you жаным жүрегім ақ есігін қақ көрішіне жап love you жаным сезім ғой жолдарды да байлаған сол кезден гүлге толы айналам қайдай аппақ жүзіңе қарасам әдемі жаздың таңын ойғалам жүрегім ақ есігін қақ кірішіне жап love you жаным жүрегім ақ есігін қақ кірішіне жап love you жаным kürüşüne jap love you canım yüreğim ah yüzüm kah kürüşüne jap love you canım yüreğim ah yüzüm kah kürüşüne jap Менің жанымдағы қосару биыл ғана әлемдік деңгейде тойланып жатқан Хакім Абай атамыздың өлеңдерінің арқасында жеңіске жеткен қосару. Альмира Ахатова және Сания Темірханова, құрмет қошеметтеріңіз. Екеуміздің бірге сахнаға шығып жатқанымызда кездейсоқтық емес. Биыл байқауға қатысып жатқан біздің қарағандылық қарауымыз Амантай Балнұрды қолдауға келдік. Иә, шынымен де Балнұр қыз Абай атамыздың 210-ға жуық өлеңін жатқа білетінін бізге айтқан болатын. Сіз болып, біз болып, кәнеге қазір осы жерде оның білімін тексерейік. Амантай Балнұр, қош келдің. Ал кәнеге бастайық. Рұқсат етсеңіздер. Рұқсат. Қарқылдап қарға қалмас арт жағынан. Кекентай үстінен шықылықтап, өзге алмайды, қарға қалдырмайды, күні бойы шабады бос талақтап. Тейіп қашап, ұзақып ұстатпаса, елері қуанар сондыр жақтап. Мұны менен не таптық деген жан жоқ. Түні бойы күпілдер құсынмас бақтап. Басқа сая жаңғылжа дәнеме жоқ. Қайран ел осы менен жырдалақтап. Рахмет. Тамаша. Сіз көріңіз енді. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Ұстарасыз аузыңа түстау мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың. Бірі қан, бірі май боп екі ұртың. Бет бергенде шырайың сондай жақсау. Қайдан қана бұзылды сартша сыртың. Рахмет. Менің білуімше, Балнұр, сіз Абай атамыздың ғақлияларын, яғни қара сөздерін де жатқа біледі екенсіз. Естіген сөзді ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы болмақ керек. Екінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, ғибратланып көңілге бекіту керек. Тоздыратын нәрселер. Жарайсың, Балнұр, өзіңнің біліміңді шынымен де көрсеттің. Бізде қазылар алқасы отыр. Тексеріп көрейікші, сіздердің алдарыңызда Абайдың өлең жолдары бар ғой. Кім бастайды, кәнеке? Есіңде бар ма жас күнің? Көкірегің толық байсын бос, қайғысыз ойсыз мас күнің. Кімді көрсең бәрі дос, махаббат қызық, мал мен бақ көрінуші еді дос қортақ. Үміт жақын, көңіл ақ болар ма сондай қызықша. Құдай-ау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар. Ақырын шегініп жалыстап кетті ау құрғылар. Жалынасың, тоқтайсың. Жете алмайсың, тоқтайсың, махаббат кетті, дос кетті. Ары қарай. Уайым, ер қорғаны, есі барлық.
Уайым ер қорғаны есі бардың, қиыны бұл заманның қолы тарлық. Ехеге елері боз балалар, бұл 5 күндік бір майдан ерсін арлық. Салынма, қылсаңдағы сан құмарлық, алдыңда уайым көп шошынарлық. Жарлылық, жалынышты, жартан көздік сүйкімі екемі жоқ шуалды барлық. Әсем салдық, өлгенше кім қаларлық, оғында мезгіл келер тоқталарлық. Рахмет. Тағы біреу да? Асқар мырза көріңіз. Жүректе қайрат болмаса, Ұйықтаған ойды кім түртпек? Ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күнелтпек. Аспаса ақыл қайраттан, тереңге бармас үстірттер. Қартының ойы шартатқан әдеті оңын күңгірттер. Тән сүйгенін бермесе... Рахмет. Балнұр. Жарайсың, Балнұр. Біз байқауымызды жалғастырайық. Ендеше ерекше билеу стильмен Баян Мақсат қыздың бірден көзіне түсіп, өзінің керемет екенін дәлелдеген қызылордалық Серік Аружан, солай емес пе? Серік Аружан, сіздің өнеріңізді баршамыз күтудеміз. Және би өнерінің хас шеберлері сахнада Иньян тобы. Қарсы алыңыздар. Ескіден жаңа озған, данадан жала озған, айтшы сен мынау қай заман. Көненің көзі көшкен, бабамның сөзі өшкен. Мынау қай заман. Жалғанай Жасқанып бала жастан, даламның рухы қашқан, айтшы сен мынау қай заман. Бабамның көші қайда, өткеннің ісі қайда. Мынау қай заман, жалғанда Аружан, Серік және Иньян тобы. Ал менің жанымда 2018 жылдың ең әдемі, ең көрікті қызы, күміс көмей, жез таңдай әнші, тарихшы Набира Рахымжан. Қазақ аруының алтын тәжімен ұзатылған Набира Рахымжан демедіңіз бе? Поқ шіркін десеңші. Күйеу бала 50 килограммды, 225 грамм алтынды көтеріп кеткен екен ғой.
Дәл солай. Менің алдымда үлкен таңдау тұрды. Өнер жолына түсу, не ғылым жолын жалғастыру. Ал мен екіншісін таңдадым. Таңдауыңа Алла абырой берсін ендеше. Өте тамаша таңдау деп ойлаймын. Әумин, дәл қазір сахна сыртында қобалжып тұрған тағы бір қатысушымызды хабарлайық. Алматы қаласының атынан сайысқа түсіп жатқан Тойбазар Аяжан. Және оған қолдау көрсететін Қорқыт бабамыздың қасиетті аспабын жанына серік еткен Асыл тобы. Рахмет, рахмет. Менің қасымда тағы да бір тамаша сұлу ару тұр. 2017 жылдың жеңімпазы. Қашанда жан жағына жарық шашып жүретін Нұргүл Асанова. Сол күнгі сезім, уайым, қуаныш пен қорқыныштың бәрі есіме түсіп кетті ғой. Жыламадың бе енді? Қайран кездер ай, қиын болып еді. Ұйықтамадым түніммен деп. Шынымен бүкіл елдің көзінше айтшы, содан бері қанша бейнебаянға, қаншама жарнамаға, қаншама сериалға түстің? Шамамен 30-40 жобада бой көрсеттім. Жақсы.
Ендеше байқауға қатысып жатқан қыздарға сенің жолыңды берсін деп тілейік, солай ғой? Ал енді барлығымыз қымбатты достар, қадірлі көрермендер, бірге Үндістанға саяхат жасап көрейік. Бортсерік қызметін атқаратын павлодарлық көркем Гүлсая Мұратова, алматылық ару Зере Молдабекова және жамбылдық сұлу Мәдина Төлепқұлова. Рейстің капитаны, қазақ аруы байқауының бойтұмарына айналған, осы уақытқа дейін бірде-бір рет қалыс қалмаған әнші, биші, актриса Камшат Жолдыбаева қарсы алыңыздар. Қошеметтеріңіз.
Туған жерім жайнағын гүл бақ, алыс кетсем құшағым ашатын, еркелеткен анамдай қымбат, бауырына аялап басатын. Сарыарқа төрім сағынышымдай, жасырған үлкен жаңарғанда алам. Жетісу жерім бағырысымдай, жазира далам ән ырғай. Сүйемін байтақ, даламды сағымдай, көрмесем аңсап сағындым ай. Жамалың қандай, қыздарың ақмаңдай, туған елім ай, ай, ай. Жаса туған жерім, жаса туған елім, жүрегім менің атамекенім. Сенсің ақ жүрегім, сенсің бар тілегім, қасиетім менің қазақ елім, ай, ай. Тауларыңды жазылып жатқан, бауларыңды көремін бағымдай. Өзеніңді мөлдіре баққан, өз елімді сүйемін жанымдай. Шығысым шуақ, шырайым төккен, батысым байтақ, мұнайлы өлке. Солтүстік ғажап, даласы көрген, оңтүстік қандай ақтарымдай. Жаса туған жерім, жаса туған елім, жүрегім менің атамекенім. Сенсің ақ жүрегім, сенсің бар тілегім, қасиетім менің қазақ елім, ай, ай. Жаса туған жерім, жаса туған елім, жүрегім менің атамекенім. Сенсің ақ жүрегім, сенсің бар тілегім, қасиетім менің қазақ елім, ай. Жаса туған жерім, жаса туған елім, жүрегім менің атамекенім. Сенсің ақ жүрегім, сенсің бар тілегім, қасиетім менің қазақ елім, ай, ай. Қазақ аруы жайлы осы уақытқа дейін бір бақылаумен бөлсем бе? Осы уақытқа дейін жеңіске жеткен қыздар шығармашылық кезеңде не істеді деген сұраққа жауап іздедім. Үшеуі ән айтқан екен, үшеуі билеген екен, екеуі жатқа өлең оқып, біреуі театрландырған қойылым қойған екен. Дәл сөйтіп жеңіске жеткен екен. Меніңше, біздің келесі қатысушы аруларымыз бұл статистиканы өзгертуге пәрменді. Алматы облысының перзенті Айдарова Нарқыз. Батыс Қазақстан облысының тумасы Салық қызы Гүлнафис. Және де Ақтөбе облысының түлегі Қуандықова Айжан. Ақын, композитор, ағартушы, ойшыл Абайдың өмірі мен шығармашылығына арналған қойылым. Қабыл алыңыздар. Есенбісің, Ділдә? Есен аман. Өзіңіз? Аманбыз. Ел аузында Абай біреудің айттырылған қызына сөз салыпты деген әңгіме тарапты. Бұған не айтасыз? Халық айтса, қалып айтпайды ғой, Ділдәжан. Шын сүйгендер сүйсе екен, кімді сүйсе.
бір сөзіммен тұрса екен, жанса, күйсе. Біреудің көркі бар деп жақсы көрме. Лапылдақ көрсе қызар нәпсі керме. Әйел жақсы болмайды көркіменен. Мінезіне көз тастап көңіл бөлме. Кәрі шалға айттырылып барам. Ымыртта сайда жүздесіп, тілдесіп қалуға уақыт бар. Одан кейін кеш болады. Тоғжан. Тоғжан. Алай! Құдай-ау, қайда сол жылдар? Махаббат қызық мол жылдар. Ақырын-ақырын шегініп, алыстап кетті-ау құрғырлар. Желсіз түнде жарық-ай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдан маңа терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, қалың ағаш жапырағы сыбдырласып өзді-өзі көрінбей жердің топырағы құлпырған жасыл жер жүзі көрінбей жердің топырағы құлпырған жасыл жер жүзі. Көзіме жас бер, жылайын. Төзім бер, сабыр қылайын. Жаралы болған жүрекке дауа бер жамап сынайын. Тоғжан. Абай, Тоғжан. Жан сәулем. абай. Аттанып барам. Не дейсің, Тоғжан? Жайшылықта ұяң нәзік, Тоғжан. Дәл бүгін ұзатылар шағында ішкі дертін жан сырын жасырмай айтар болар жасқанбай. Кетіп бара жатқан сыртқы сүлдерім ғана, ал жан жүрегім осында. Сенің қасыңда қалып бара жатқанын қалай білмейсің, абай? Неге білмеймін? Неге білмеймін? Білем, сезем. Бірақ бұлдыр ақылмен ғана сезем, Тоғжан. Қазір мына баста ақыл да жоқ, ес те жоқ. Есімді алған өзіңсің, Тоғжан. Енді өзің бір жолын таңда, мен қайсысына да көнем. Түбінде жүрек тулап-тулап сабасына келер. Ақылға да келер. Иә, ақылға келер. Сенен артық жан тумас, туса туар, артылмас бір өзіңнен басқа жанға. Ынтықтығым
неткен ұқсастық. Армысыздар, қыздар? Есенміз? О. Есіміңізді естісек, айып етпессіз. Шүкіман. Сұлу қыздың есімі өзінің затына сай болу керек емес пе? Ендеше жігіттің тілегін қабыл алыңыз. Бүгіннен бастап сіздің есіміңіз Шүкіман емес, Айкерім болсын. Бәрекелді. Қиыстырып мақтайсыз. Ойласаң не таппайсыз. Бізде ерік жоқ. Өзің біл. Әлде неге бастайсыз? Біз әркімді байқаймыз, тап бергенін тайқаймыз. Сіздей асыл кез болса, қайтып басты шайқаймыз. Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Көзбен көрде ішпен біл. Сүйсер жастар қатетпес. Мейлің илан, мейлің күл. Жарқ етпес қара көңілім, не қылса да аспанда ай менен күн, шағылса да дүниеде сірә сендей маған жар жоқ, саған жар менен артық табылса да. Дүниеде сірә сендей маған жар жоқ, саған жар менен артық табылса да. Әнде, биде, актерлық шеберлікте көрініс тапқан шығармашылық байқау өз мәресіне жетті. Қыздардың талабына да, талантына да, батылдығына да тамсанып тұрмын. Көп ұзамай олардың ақыл ой, парасат пайымына таңдай қағатын боламыз. Концертімізді жалғастыратын керемет дуэт Айдар мен Жарқынай. Сен айданда әдемі, әсерлі әуені, аққанат құстардың жолдаған сәлемі, мекені ғажайып, ертегі әлемі, ханшайымсың. Сен сүюге лайықты, байсалды байыпты, жанары жалынды, көретін хайыпты, қыз түгіл қыз қалдақ, алдында айыпты, ханзадасың. Сезім ағашы сакура гүлде, аймалап сүйсін күніңде шуағы. Арманға қанат қағайық бірге, бар әлем сонда сүйсініп тұрады екеумізге. Жан сезімім оянды, мың түрлі бояулы, жаралап алмайық жүректі аяулы, жанымда болайын, бағың боп баянды, жаным, жаным. Жан жабырқап қалғанда, түндерде таңдарда, көзімнен кездейсоқ, тамшы жас тамғанда, бар сәті бағалы, жарты күн жалғанда, жаныңдамын. Сезім аға
аймалап сүйсін күнніңге шуағы. Арманға қанат қағайық бірге, бар әлем сонда сүйсініп тұрады екеумізге. Сезім ағашы сакура гүлдер, аймалап сүйсін күнніңге шуағы. Аймалап сүйемін сені, Арманға қанат қағайық бірге, арманға жетейік екеуміз бірге. бар әлем сонда сүйсініп тұрады екеумізге. Қазір біздің байқауымыздың 3-ші туры кешкі көліктер дефилесі басталады. Яғни төрешілер де, көрермендер де танымал дизайнерлердің жаңа топтамасын тамашалап, аруларымыздың мінез құлқы мен көңіл күйін аңғаралады. Ал ендеше бастайық. Дефилені әдемі әнмен әрлеп, әсем сазымен сәндейтін Айша Байбосынова және Кентал. Мұңайма, жасыма, шыдайым екен деп сынайды өте көп бұл өмір расында. Ұнайма, күл ойна, тоқтама, тосылма, ұмытпа бәрін, әпсетке дөрен орнайды басыңа. Барынша сен ләззат ал, бақытты сәттерден тәтті ғажап ал. Бағала, қолдағын бүгін бар, уақытын жеткізбей ертең зуылдай. Көтер көңілді, ла-ла-ла-ла-лей, ла-ла-ла-ла-лей, ла-ла-ла-ла-лей. Білдір сезімді, ла-ла-ла-ла-лей, ла-ла-ла-ла-лей, ла-ла-ла-ла-лей. Болған сенімді. Рухани мұрамыздың қайнары ұлттық ою-өрнекке жаңатын сыйлап, этнозаманауи топтама жасай білген бірегей дизайнер Самидель. Төлепқұлова Мадина, Жамбыл облысының аруы. Тоқтарханова Самал, Семей қаласының аруы. Кенжебаева Аружан, Атырау облысы. Мұратова Гүлсая, Павлодар облысының аруын қарсы алыңыздар. Самат қызы Айдана, Шығыс Қазақстан облысынан келген аруымызға қол шапалақтарыңыз. Самидель, дәстүр мен заманауилық. Қошеметтеріңіз. Қазақ аруы
байқауының дебютанты, талғамы мен таланты әл талайды таңғалдырар Улугбек Салиевтің кешкі көйлектеріне назар аударыңыздар. Мүбарак Аяжан, Қарағанды облысының ару қызын қарсы алыңыздар. Амантай Сандуғаш, Нұр-Сұлтан қаласының аруы. Тойбазар Аяжан, Алматы қаласының ару қызын қарсы алайық. Төлепберген Аружан, Киелі Түркістан облысының ару қызын қарсы алыңыздар. Улугбек, бұл есімді біз әлі талай еститін боламыз. Көтер көңілді, Кенеттен еріп кеткен неткен ес, еніп жүрегіме нәрі тез мәнетес, еліктей еркем наз мәнес. Осы әнім сені тербетеме. Жаным ай, жаным ай, жаным ай, жаным ай, айдай. Қара көзіңмен жүрегімді тербеп сезіммен алдай. Жаным ай, жаным ай, жаным ай, сені сүйем бағым ай, елдің көзбен сен ойнай. Белі жоқ қыз болмайды, белді көрсете алмайтын көйлек болады деп санайтын Наиль Байкучуковтың сәні мен салтанаты келіскен жаңа топтамасы. Молдабекова Зере, Алматы қаласы. Пәрмен Мируерт, Шымкент қаласы. Буданова Зияда, Маңғыстау облысы. Салық қызы Гүлнафис, Батыс Қазақстан облысы. Кенез Гүлмира, Қостанай облысы. Наиль Байкучуковтың жаңа топтамасы.
сапа мен сымбат, сана мен сұлулықтың үйлесімін жалау еткен елордалық дизайнер Макаселдің кешкі көйлектері. Қуандық қызы Айжан, Ақтөбе облысы. Серік Аружан, Қызылорда облысы. Мәмеш Жібек, Түркістан қаласы. Амантай Балнұр, Қарағанды қаласы. Айдарова Нарқыз, Алматы облысы. Макаселдің кешкі көйлектері. Жаным ай, жаным ай, жаным ай, айдай. Қара көзіңмен жүрегімді тербеп сезіммен алдай. Жаным ай, жаным ай, жаным ай, сені сүйем бағым ай, елдің көзбен сен ойнай. Айжан, 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 жан, айжан, жан, айжан. Қымбатты достар, естеріңізге сала кетейік, кешкі көйлектер дефилесінде үздік деп танылған көйлек, сол көйлекті киіп шыққан аруға сыйға тартылады. Демек, бүгінгі кеште бір аруымыз құралақан кетпейді деген сөз. Тәж тұрғанда көйлекті ойлайтын шама болмайды ғой. Тәж демекші, Кәмшат, бір статистика, қызық статистика айтайын. Осы уақытқа дейін жеңіске жеткен 9 қыздың 4-і 21 жаста, ал 3-і 19 жаста болған екен. Қызық екен, сонда басқаларда шанс жоқ па? Жоқ, шанс бар, тек қана оны дұрыс пайдалана білуде. Демек, қыздарымыз зияткерлік сайысқа дайындалғанша біз ән әлеміне сапар шегіп қайтайық. Кеттік ендеше. Республика сарайының сахнасында Алау тобы. Қарсы алыңыздар. Сен бір көргеннен еліктірдің жанымды, көзімнен көр жүректегі жалынды. Өзімді әлі түсінбеймін, көз ілмеймін, іздеймін сені. Ай, бала, өзгені ойлама, бұл әнге беріліп, қимылда жайғана. Суғалап мен шөлегенде, қандар ғұмарымды, менің таусылды демім. Аймалап мен сененімде, жаздым ол әнімді, менің табылды теңім. Ерден жаңа күн келер, бәрі болмасын бекер. Тәп-тәтті сәттер алда, биде жанымда қалда. Уақытты тоқтатып жайлап бай, бақытты терімді ойлап бай. Жайнап тұр ғашық арман қыз, 18 кемді толған қыз. Тез жина, тез жина, құрбыларыңның бәрін жина. Бүгін жалғасы кешегі кештің, өзіңе тағы келеді кездескін. Суғалап мен шөлдегенде, қандар ғұмарымды, менің таусылды демім.
барлықтарыңызды зияткерлік сайысқа шақырамыз. Сонымен сахнаға алғашқы бестікті шақырамыз. Осы уақытқа дейін сұрақты жүргізушілерді қойған, жұлдыздарды қойған, бүгінгі кеште сұрақты қазылар алқасы қоятын болады, ал қыздарымыз жауап береді. Кім бастайды? Салық қызы Гүлнафис, Батыс Қазақстан облысы. Бәрімізге белгілі Болат Шамғалиұлы Сарбаев деген ағамыз бар. Болат Сарбаев кім? Оның қазақ мәдениетіне қосқан үлесі қандай? Болат Шамғалиұлы Сарыбаев, ол ұлы музыка танушы, 250-ден астам ұлттық музыка аспаптарын шығарған, және де соны өзі ойнаған, осы аспаптарды өзінің үйінде көрме ретінде сақтаған. Және де ол бірнеше аспаптардың ұлттық мұражай қылып, дәстүрлеп дәріптеген. Рахмет. Дұрыс па, Айгүл? Дұрыс. Рахмет. Рахмет. Буданова Зияда. Астанамыз Нұр-Сұлтан қаласының ең биік ғимараттарын айта қойшы. 2015 жылы Біріккен Араб Әмірлігінің инвесторымен және де ТМД-дағы ең үлкен ғимараттардың бірі ол Абу-Даби Плаза болды. Оның биіктігі 388 метр. 382, сіз 382. Бірақ қабылдайсың ғой, Айгүл. Енді жобалап. Пәрмен Меруерт. Меруертке сұрағым Дәулет Шейхтың ұлы Әбілхайыр мен Абдолла Сұлтанның ұлы Әбілхайыр. Осы екі Әбілхайыр жайлы не білесің? Дәулет Шейхтың ұлы Әбілқайыр, ол өзбектің ханы, өзінің айлакерлігімен, батырлығымен барлығына даңқ шыққан. Қай ғасырда өмір сүрген? Ол 1428-1468, яғни 40 жыл билеген. Ал Абдолла Шейхтің баласы, ол кіші жүздің ханы Әбілқайыр хан, ол Шыңғыс ханның 18-ші ұрпағы болып келеді. Және қазақ хандығының ханы. Рахмет. Төлеп берген Аружан. Қазақтың қыз баласын тәрбиесіне қатысты бір 10 мақал мәтел айтып берші. Қыздың жолы жіңішке, және қыз өссе елдің көркі, жер өссе гүл өссе жердің көркі. Қызым саған айтам, келінім сен тыңда. Және Қыздың жолы вообще жіңішке еді. Жақсы, рахмет. Мұратова Гүлсая. Көрісу салтының астарында не жатыр жалпы? Бұл мейрам жаңағы қыстан аман есен шыққан халық өзара қуанып, бір-бірінің үйіне барып амандасып, кішілері үлкендеріне барып қолын алысып, бір жасыңмен деп құттықтайды. Ондағы мағынасы бір жасқа, бір жылға есеюіңмен, жаңа жылыңмен дегенді білдіреді. Рахмет. Ай десе аузы, күн десе көзі бар. Ақылдары, көріктеріне сай қыздарымызға рахмет айтамыз. Енді арғай жалғастырайық. Көрерменнің көз алдына келесі бестікті шақырғымыз келіп тұр. Тойбазар Аяжан, Алматы. Кім сұрақ қояды? Жаяу Мұсаның толық атымен әндерін атасаңыз. Жаяу Мұсаның толық аты Мұса Байжанұлы. Ол кісінің жаңағындай бізге белгілі көптеген шығармалары бар. Ол кісінің бізге белгілі жаңағындай Ақсиса, Толғау, Шормановқа, сонымен қатар Тұтқын зары, сол секілді Жазғы тұрым. Сонымен ол кісі туған жеріне арналған өлеңдері өте көп. Соның бірі Баянауыл, өзінің туып өскен жеріне шығарған. Рахмет. Арман мырза, дұрыс болды ма? Керісінше қарындасым сұрақтың маған қой керек сияқты ғой. Рахмет айналайын. Рахмет. Самат қызы Айдана. Сізге қоятын сұрағым қарындасым. Көне түркі жазуын неге руналық жазу деп атайды? Көне түркі жазуы негізінен Архон Енисей деп жазулары деп аталады. Руна жазуы аталу себебі руна сөзінің өзінің мағынасы құпия сөз деген мағынаны білдіреді. Арман, дұрыс болды ма? Қанағаттандыңыз ба жауапқа? Әлбетте. Рахмет. Ары қарай кеттік ендеше. Кенжебаева Аружан. Аружан айналайын, айқап деген атау сізге таныс па? Айқап сөзі ол алғашқы газет журналдарымыздың бірі. Ол 1911-1915 жылдар аралығында жарық көрген. Айқап газетінде қазақ халқының тұрмыс тіршілігімен қатар дүниелік
жазбалар барлығы жазылған болатын. Рахмет, рахмет. Амантай Сандуғаш, Нұр-Сұлтан қаласы. Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының негізгі қызметі. Қазақстан Республикасының жоғарғы соты жалпы сот билігінің ең жоғарғы өкілі болып табылады. Яғни лауазымы биік, жоғары дәрежедегі адамдардың ең ауыр қылмыстарын қарастырады. Сонымен қатар төменгі дәрежедегі соттардың да барлық шешімін қарастырады. Бәрекелді, өте жақсы. Рахмет. Тоқтарханова Самал, Семей қаласы. Балдақ сөзінің мағынасын айтып берсеңіз. Балдақ сөзінің мағынасы біріншісі бұл қылыштың, семсердің, тағы да басқаның сабымен болаты түйіскен жерінде қолды қорғауға арналған бөлігі. Екіншісі бұл жаңағы аңшы қыран бүркітпен жаңағы аңшылыққа шыққан уақытында оның қолы ауырып талып қалмас үшін оң қолының астында тіреуі болған осы балдақ. Сонымен бірге жаңағы аяғының кемшілігі бар, яғни асандап жүретін адамдардың қолтығының астына демеп өзімен бірге ұстап жүретін таяғы. Қандай тамаша, біздің ақылды қыздарымызға мың мәрте алғыс айтамыз. Сахнаға келесі бестігімізді шақырамыз. Төлепқұлова Мадина, Жамбыл облысы. Мен сізге қоятын сұрағым, жылқының жасына байланысты атауларын тізбектеңіз. Біздің қазақ халқында жылқының бестік, құнан, дөнен, және де құлын, тай, бие, осындай жатады. Жамбылдан ғой жайыз, жаным ашып тұр. Неге жақсы жауап берді? Бәрін айтты. Түк қалдырған жоқ. Кеңес Гүлмира, Қостанай облысы. Тәуелсіз Қазақстан тарихында үкіметті басқарған азаматтар. 91 жылдан бастап Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев болды. Жоқ, премьер-министр Терещенко бастады. Терещенко, Қажыгелдин. Қонаев. Кім? Жоқ, Тоқаев басқарды, одан кейін Карим Мәсімов басқарды өкіметті. Мен айта берем, сен қайтылай бер мені. Дұрыс азамат. Иманғали Тасмағамбетов. Бақытжан Сағынтаев. Асқар Мамин. Молдабекова Зире, Алматы қаласы. Алматы қаласында неше аудан бар? Алматы бойынша 8 аудан бар. Жақсы, рахмет. Мүбәрак Аяжан, Қарағанды облысы. Ұлттық аяқ киімдерді білесіз бе? Аяқ киімдерге мәсі, шоң қима, кебіс мәсі, саптама етік жатады. Ой, тамаша, қандай керемет. Қуандық қыз Айжан, Ақтөбе облысы. Айжанға қойылатын сұрақ. Абайдың неше қара сөзі бар еді, қазір нешеу? Олар қай уақытта жазылды? Абай атамыздың 45 қара сөзі бар. Ең бірінші жазылған қара сөз, ол Бірінші қара сөзді? Бірінші қара сөзі 18 жылда жазылған. Қай жылы? 18. Абай атамыздың туған жылы 1845. Қай жылдардың аралығында жазылды? Қара сөзге адам әбден толысқан уақытында келеді. 1905 жылы қайтыс болған. Кемелденген уақытында келеді. Есімде жоқ. Ортаға ендіге қалған 4 аруды шақырамыз. Серік Аружан, Қызылорда облысы. Сілкімелі музыкалық аспаптарды атап шықшы. Олар қалай жасалады? Сілкімелі музыкалық аспаптар ол тас тұяқ. Тұяқ тастан басқа қандай аспап түрлері бар? Аса таяқ, сылдырмақ, және де аспаптардың көбісі шынжырдан жасалады, және де металдан дауысы қатты шығу үшін, және де ағаштан жасалады. Жақсы. Рахмет сұрағыңызға. Мәмес Жібек, Түркістан қаласы. Ен салу деген не? Қазақта ен салу деген бар. Бұрынғы кезде малдарын жайлауға жіберген кезде өз малын ажырату үшін жоғалып кеткен жағдайда, және де олар өздерінің
тұқымдарына байланысты ажырату үшін салған. Енді құлаққа және аяғына сыраға салу арқылы сондай өз малдарын ажырату арқылы салынған белгі. Рахмет. Амантай Балнұр, Қарағанды қаласы. Наурыз көк деген не? Наурыз көк деген ол көктемде ұшып келетін көктем құсы. Малшылар мен диқаншылар осы көктем құсының келуін асыға күткен. Яғни бұл кездің келуі ол еңбек адамдарына үлкен сенім ұялатқан. Айдарова Нарқыз, Алматы облысы. Қазақта сәлемді кімге және неге салады? Қандай жағдайда келіндер сәлем салудан босатылған? Әрбір келін беташардан кейін ата-енесіне, өзінің қайын жұртына міндетті түрде сәлем салады. Ол үй шаруашылығынан бөлек сәлем салу міндеті жаңағы келіннің өзінің әдептілігін, құрметін және де тәрбиесін көрсету мақсатында салынады. Және де екі жағдайда сәлем салудан босатылады. Ол келіннің аяғы ауыр кезінде босанғанға дейін және де күйеуі қайтыс болған жағдайда марқұмның жылдығы өткенше сәлем салудан босатылады. Мінекей біздің қыздарымыздың білімін, парасатын тексердік, зияткерлік тур аяқталды. Барша аруларымызға және де аянбай сұрақ қойған біздің қазылар алқасына рахмет. Ару қыздарымыз бар өнерін ортаға салды. Ендігі төрелікті біз әділ қазылар алқасынан күтеміз. Көрерменнің патша көңілін аулау үшін сахнада Индира Елемес. Қарсы алыңыздар. Күннен күнге жаным саған ұмтыламын, бақытымын өзіңменен құлпырамын. Мінезіңе баурадым, сені жаным қаладым. Мендіксің сен бұл өмірде. Қызғанамын мен, сені қызғанамын мен. Өзгелерден қызғанамын мен, сені қызғанамын мен. Өзгелерден сені Күннен күнге жаным саған ұмтыламын, бақытымын өзіңменен құлпырамын. Мінезіңе баурадым, сені жаным қаладым. Мендіксің сен бұл өмірде. Қызғанамын мен, сені қызғанамын мен. Өзгелерден қызғанамын мен, сені қызғанамын мен. Өзгелерден сені Бүгінгі кештің, бүгінгі байқаудың сәні мен мәні болған. Бүгінгі байқаудың ажары мен базары болған барша біздің қатысушыларымызды ортаға шақырамыз.
Ендеше бүгінгі үміткерлерімізге Қазақ аруы 2020 байқауында бақ сынаған біздің аруларымызға тағы бір мәрте қошеметтеріңіз. Ұйымдастырушылардың атынан дипломдар мен гүл шоқтарын табыстауға рұқсат етіңіздер. Қазақтың арулары. Қазақ аруы республикалық сұлулық байқауына төрелік еткен қазылар алқасына қошеметтеріңіз. Құрметті көрермен. Космополитен журналының ресми сайтында ашық дауыс беру өткен еді. Соның нәтижесін жариялап, көрермендер көзайымы атанған аруға арнайы сыйлық табыстайтын журналдың әдемілік және сән редакторы Айгерім Қайназарованы шақырамыз. На нашем сайте в течение недели происходило голосование, где 25 тысяч человек проголосовало, и 3 тысячи из них за... Так, за... Наркес Айдарову. Құттықтаймыз. Келесі кезекте Қазақ аруы 2020 байқауының үздік көйлегін марапаттау үшін Тәуекел Муслимді шақырамыз. Сайыс өте тартысты өтті. Біз шыны керек қай қызды таңдарымыз білмедік. Әр қайсысы лайықты. Мен қазір ең әдемі киім үлгісіне шыққан қатысушы қызды хабарлағым келеді. Бұл Наиль Байкучуковтың көйлегімен шыққан ару қызымыз. Маңғыстаудан Буданова Зияда. Зияданы құттықтаймыз, және де киген көйлек Зиядаға сыйлыққа тартылады ғой. Дизайнердің таңдаулы көйлегі Зияданың сыйлығы. Қазақ аруы 2020 байқауының 3-ші орын егерен атайтын сәтті келіп жетті. Жеңімпаздың есімін жариялайтын Арман Дүйсенов. Алтайдан Атырауға дейін жазылған қасиетті елімізді ұлыс оң болсын, ақ мол болсын деп, әз наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Болғанда қабағыңай жанарың күн, бақты ортаймайды базарыңның, қорғаған сұлулығын ақылымен жасай бер арулары қазағымның деп, осынау қазақ ару байқауын тағы да шын жүректен мерейтойларыңыз құтты болсын деп құттықтаймын. 3-ші орын егерін қазір жариялаймын. Ол өз сондай күлімдеп қалған ақ жарқын бал екен. Мен құсағам десең. Молдабекова Зере, Алматы, қошеметтеріңіз. Зере, Алматы, 3-ші орын. Қымбатты достар, қадірлі ханымдар мен мырзалар, 2020 жылғы Қазақ аруы байқауының 2-ші орын егерін анықтау үшін сахнаға Қайрат Құдайбергенді шақырамыз. Дүниежүзінде ең әдемі қыздар, ең әдемі арулар, бұл қазақ қыздар деп айтсам, артық айтпаспын. Екінші орынға бүгін қыздардың арасында көп қыздар лайықты болды. Бірақ та жеңген бүгін Мүбарак Аяжан, Қарағанды. Мүбарак Аяжан, Қарағанды облысы. Оныншы рет өткізіліп отырған ұлттық сұлулық байқауының 1-ші орын жүлдегерін жариялайтын Мамай Ахет мырза. Қадірлі қауым,
аруларда еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Ару деген әдем ғой, әдемі. Әдемілік бізге көптік етпейді дейді Мұқағали. Бүгін біз әдеміліктің бізге көптік етпейтіндігіне куә болдық. Осындай адамның шынымен ақ жүрегін соқтыратындай сәтті миссияны бізге бұйырып отыр екен. Ендеше бірінші орын иегері Тойбазар Аяжан, Алматы қаласы. Құтты болсын. Аяжан Тойбазар, Алматы қаласы. Бірінші орын егер. Құтты болсын. Бірінші орын егерім құттықтап қояйық. Мамай мырза, рахмет. Сонымен, қымбатты достар, қадірлі ханымдар мен мырзалар, тағатсыздана күткен ай шықты мезет. Қазақ аруы 2020 байқауының гран-при жүлдегерін анықтау үшін сахна төрінде тұрған Қазылар алқасының төрағасы Асқат Майемиров мырзаны микрофонға шақырамыз. Жыл сайын Алматыда болсын, елордамызда болсын, осы ұлттық байқауды біз ерекше күтеміз, асыға күтеміз. Биыл 10-шы жыл өзінің мерейтойын атап өтіп жатыр. Жаңа жеңімпаздарды көріп отырдық. Театр, кино, журналистика саласында, жалпы өмірде үлкен биіктерге қол жеткізген қыздарымыз жарыққа шығарған. Ол осы Қазақ аруы ұлттық жобасының идеясының авторы. Өзі де біздің қазақ аруының бір символ іспеттес Баян Мақсатқызына мен көп-көп рахмет айтқым келіп тұр. Бұл үлкен еңбек. 21 ғасырдағы қазақ қызы қандай болу керек деген кезде біз сахнадан бүгін Айгерімдерді көрдік, Ділданы көрдік, Тоғжанды көріп елттік, Ақбаянның әніне тебіреніп отырдық. Зарзаман кезеңіндегі біздің қыздардың батылдығына, қайсарлығына, барлығына куә болдық. Сондықтан бұл байқау Қазақ аруы әрмен қарай жалғасу керек. 2020 жылғы Қазақ аруының гран-при сыйлығына Нарғыз Айдарова ие болды. Айдарова Нарғыз, Алматы облысы. Иә, қымбатты достар, 2020 жылғы Қазақ аруы таңдалды. Ол Нарғыз. Және дәл қазір күміспен апталып алтынмен қапталған тәжді 2019 жылғы Қазақ аруы Сәния Темірханова табыстайды. Ал Нарғыз, жеңісің құтты болсын. Қазақ аруы атағын абыроймен алып жүруіңе тілектеспін. Сәния, жылап қоштас енді. Бір жыл тақтың ғой, риза шығарсың. Айдарова Нарғыз, Алматы облысы. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Ең әуелі Алла, одан кейін осында отырған ата-анамның арқасы, солардың қолдауымен, сенімінің арқасы, және де барлық қазылар алқасына алғысымды айтам. Осында тұрған 18 қыз Қазақ аруына әбден лайық. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Бәрекелді, 2020 жылғы Қазақ аруы таңдалды. Құтты болсын, біз қазақ қыздарының барлығын жеңісімен құттықтаймыз. Ұлы даланың ақылына көркі сай, арулары азаймасын. Жыл басы көктем мерекесі, Наурыз думан құтты болсын. Өміріміз берекелі, еліміз қуатты, күніміз шуақты болғай.